Эфирден бұрын ивиде көр. Осы ғой, баланы туасың, оны мәпелеп өсіресің. Өсіп өнгенсің, бұларға мамақ керек емес. Әне, келіншегін алды да кетіп қалды. Тастап кеткенде айттың ғой. Өзің ғой, оқы деп. Оқысын енді. Мен оны қайдан білейін, шетелге оқуға түсіп кететін. Ай, Майра, тайлақтың жоқтығы маған оңай болып жүр ғой дейсің ба? Оңай болып жүр ғой дейсің ба? Жүрмін ғой мен де шыдап. Приставпын жалғыз ойнап. Мүмкін сен де үйренерсің, Майра. Екеуміз қызықтап. Маған ішуді үйретерсің мүмкін. Сосын отырайық, күнімен ойнап, түнімен ішіп, сақалымыз сапсиып. Онда дастарханда қияр, помидор, тұздалған капуста, етпен. Ей, Жомарт. Есімде. Кадирование. Егер мына ойыныңды қоймайтын болсаң, бұны да кодировать етіп тастаймын. Тұр одан да көмектес маған. Қазір қонақ келеді мант жасауға. Әне, тас таранғанша қонақта келіп болды. Ал, атыраулықтар қайдан жүр? Мама, сәлем бердік. Қалайсыздар? Бақытты бол. Ой, жаным. Қызым келіп тұға менің. Әке? Көкім. Я, қандай жел айдап келді, не істеп жүрсің? Енді сіздерді сағынып келдім. Тайлақта келіндеріңіз де жоқ. Жалғызсырап жүрген шығар деп әдейі. Сюрприз болсын деп келдім. Дұрыс, сюрприз. Келуім себебі сағыныш емес. Таңда Есеттің телефондағы сообщенияларды оқып, көзіме шөп салып жүргенін білдім. Күйеу бала қайда? Әлде ол біз сағынған жоқ па? Есет сағынды сіздерді. Оны шетелге жұмысқа шақырды ғой. Соның құжаттарымен жүгіріп жүрді, уақытты болған жоқ. Бірақ біткеннен кейін бәрі келеді. Құралайдың жалғыз келуі жайдан жай емес. Ішім сезіп отыр. Соны айтам. Күйеу бала неменеге келмеді десеңші? Мен енді приставпын кіммен ойнайым сонда? Желі неге келмедің? Сағындық қой біз. Пристав үйренді ма? Соны айтам, қайда? Сонда мен сағынған жоқсыздар ма? Сұрақтың астында қалдырдыңыздар ғой? Үйге кірем ба, кірмеймін ба? Соны айтам, сұрай бермеш қайдағыны. Жүр шеш. Бізде тұрып қаппыз ғой. Ана, ал. Мам, келініңіз кетіп қалып, қолыңыз қайтадан қысқарып қалды ма? Қарағым, келін барда да ұзарған шамалы соның. Мам, сіздің шайыңызды қатты сағынып қаппын. Сағынсаң ішсіз соншама жерден сол үшін келіп отырсаң. Я, айта бер, не болды? Нені? Есет екеуіңе не болды дейм? Ештеңе болған жоқ.
Не болушы еді? Құралай, сенің әкең талай запойға кеткен кезде мен де Шалқарға жалғыз өзім барып, әкең шетелде той басқарып жүр деп өтірік айтқанмын. Сен мені алдай алмайсың. Айт, не болған? Ұрды ма? Жоқ, ұрған жоқ. Әлде көзіңе шөп салды ма? Жоқ. Онда немене келіп өтсін? Атам басына келіп өтсін ба? Сізді сағынып келдім, ма? Не болды соншама? Әй қыз, бай баласын үйіне тастап кететін ондай сағыныш болмайды. Маған өтірік айтпа. Қысқасы қазір шайыңды ішіп ал, сосын мант жасауға маған көмектес, сосын айда қайқай. Қайдан келдің сонда бар? Біздің үйіне саған қалаулым ба? Өз шаруаңды өз үйіне басып шеш. Әне, сені қайтып келгенді естіп, жұрттар келіп жатыр. Не айтам мен оларға қазір, а? Не айтам? О, мама! Қалдарыңыз қалай? Қайталаш, не дедің? Мама, қалдарыңыз қалай? Қашаннан бері маған мама дейтін болғансың. Махан едім ғой. Ай, Мария, қойсаң сен. О, ассалаумағалейкум, папа. Қалайсың? Тұра тұр, Пахан, сөйлесіп жатырмыз. Құралай бәрін айтып қойған сияқты. Ұят болды. Жоқ, әңгіме жоқ, SMS жазып сөйлескен рас. Бірақ арамызда еш нәрсе болған жоқ қой. Бұны қалай түсіндірем оларға? Қысқасы не істерін білмей тұрмын да. Я, келдің ба? Не тұр сен? Төрлет? Мынау сізге. Төу, не деген гүлдер? Ойбай, бүгін менің жүрегім жарылатын шығар. Қызым сағынып келіп жатыр, күйеу балам 4 жылдан бері мама деп гүл беріп жатыр. Әй, не боп қалды саған? Майра, сен де қызықсың. 30 жыл болды күйеуің болғаныма гүл сыйлаған жоқпын. Қайда рахмет айтпайсың ба? Жапшаусыңды. Жүр шайға. Қалайсың, жан? Әй, сен есеп құжаттар жинап жүр деп едің ғой, ха? Иә, Алматыда жинап жүр ғой. Бірге келгенімізді айтпап едім. Мама, мен қазір бәрін де түсіндірем. Ой, әйелдер деген жылдам ғой. Біз бәрін естіп алдық. Жарайсың. Құттықтайым. Енді шетелге 2 күн бұрын жұмысқа шақырмайды ғой. Жақсы жаңалық болғаннан кейін сен келмей тұрып, мен шыдамай айтып қойдым. Өзіме тартқан ғой. Мен де шыдай алмаймын. Анау жанды анекдоттар тойдың басында айтып жіберем. Биыл біз үшін шетел жылы болды. Тайлақ пен Айсұлу да шетелде. Міне сен де шетелге кетіп бара жатсың. Мен де ағылшын тілін үйреніп курсқа қатысып, о жақта да той болатын шығар, а? Иә. Сонымен қашан жүрейін деп жатсың? Құжаттарды несеп дайындап жатыр. Мүмкін қалатын шығармыз. Ақыры бос болған соң сіздерге келіп кетейік дегеніміз ғой. Сен де біз сағындың ба? Отыр, өзім ашам. Осы сендер балаларында бірге келген айтуды ұмытып кеткен жоқсыңдар ма? Сәлеметсе, мынаны анам беріп жіберді. Қабыл болсын. Көрші екен. Осыларға бір шемішкен маймен ұнап беріп қой көрек еді. Күнде 7 шелпек пісіреді. Жоқ, календарнары күнде жұманы көрсетем екен, ha? Келінде ыстық шелпекпен шай ішіңдер. Есет. Рахмет, мама, көп іштім. Жомарт, әкел. Есеттің мамасы, рахмет, тойдық. Онда тойсаңдар сендер барыңдар, төргі бөлмеге біз Құрал екеуміз кешке мантымыз жасайық, а? Мама, сіздер демала беріңіздер. Біз Құрал екеуміз мант жасаймыз. Өзіміз жасаймыз. Бара бер. Есет, әйелде тұрғанда тамақ жасаған еш? Жүр, екеуміз еркектерше пристап қойнайық. Міне, 2 спас беретіні, 0 тебетіні, 4 бұрыш көтеретіні. Оп-оңай. Міне, асты жүгіретіні.
дардай жігітсіңдер, қалай білмейсіңдер? Ұят қой. Ой, біз жұмыс бас адамбыз ғой. Мынандайды ойнауға қол тимейді. Еріккендеріңсі ғой. Еріккен дегенде, менде аптасына 2 күн жұмыс, 5 күн демалыс, оның үстіне кодирование менде. Көретін едім оны. Менің орымда болса. Сендер не екеуің екі жаққа лағып отырсыңдар? Ұрысқан екенсіңдер, үйге келгенше дайындап келмейсіңдер ба? Сен анан айт, мен мынан айт деп. Ту, мам, қайдағы ұрыс? Біз ұрысқан жоқпыз. Сізді түсінбей тұрмын. Құралай, басымды қатырма дедім ба, басымды қатырмаңдар. Қазір мантыларыңа тойып алғаннан кейін кетіңдер ауылдарыңа. Мама, сіз оны не істегенін білесіз бе? Манта барқым қайда менің? Мына көршілер таға келіп бермеген ба? Сен бейтші ана, қамырды жая бер, мен барып манта барқымды алып келейін. Pas. Gol! 8-ден. Мен де бірінші рет ойнағанда ана мылтықты алғанша атып тастайтын мені. Ол контр екен ғой. Жоқ, бұлай ойның жаман емес. Онда сен Реал бол, мен Уфа болайын. Сейдахметпен қазір Реалдың шашын ағартайын. Онда сіз қоса беріңіз. Мен су ішіп, сол жақтан тактика құрып келейін. Құралай, жаным сөйлесейікші. Барда ана Мадинаңмен сөйлес. Жан, сен ешнәрсені дұрыс түсінбедің, барлығын түсіндіремін. Маған жақындамашы. Сен мен сөйлескім келмейді. Неге қалмадың ана атырауыңда? Барда Мадинаңмен бірге бақытты бол. Құралай. Көршілер де қызығы. Коттедждері бар, машиналары бар, бір манта барк алып қоймай ма? Ертең біз көшіп кетсек не? Аштан өлем екен? Жаным, сен бара ғой. Біз өзіміз жасаймыз бәрін. Енді отбасы болғаннан кейін ондай жағдайлар болып тұрады. Бәріміз де бірден керемет болып кеткен жоқпыз. Не істеп жүрсің, кіріп шығып? Су ішіп жүрмін, не болды сонша? Суың ішіп бол да бар, ойынды ойна. Көріп отырсың ғой сөйлесіп отқанымызды. Біресе ойна, біресе шық деп не болды саған? Барсайшы енді. Бара жатырмыз ғой. Ой, қасысқа. Қай жеріне келдің? Татты отбасы туралы айттыңыз. Иә. Бәріміз де енді бірден керемет жанұя болып кеткен жоқпыз. Небір кикілжіңдер болды. Жас болғаннан кейін жастықтың буы, қанымыз қызу дегендей. Бірақ сонда да адам шыдау керек қой. Көрінген нәрсені сылтауратып ұрса берсең, жепке тізе берсең, одан отбасы бола ма? Быт-шыт болады. Мам, бір ұрысқан жоқпыз деймін. Жоға, мен сені ұрысты деп жатқан жоқпын. Өзің ғой сағынып келдің дегеннен кейін мен де сағынышым шығарып атқаным ғой. Бітті ғой. Мына қалған қамырды не істейміз енді? Әкел. Қалған қамырларды ысырап болмашын аласында жинап. Не, бір қамырдың ішіне салып кеп тастайсың. Мына жейіптер деген сөзден жеп дегенді ұрлап алған ғой. Мынау кімге түседі, сол жеп алып міндетті түрде жеп алады. Егер бәрі дайын болса, мен барып суға түсіп алайын, иә? Иә. Манта барқы болмаса, мантының сәні келмейді. Алып кетсе, көршілер өмір әкеліп бермейді, ау, дейді ау. Берсейші. Ой, жүгірсіңші. Мына Барсада Луиш Фигу деген мықты ойыншы бар еді. Оны жақсы ойнап жүрген жерінен Реалға ауыстырып та жіберді. Ана
Барсаның жанкүйерлері сатқындық үшін әлімге дейін кешірмейді. Енді бәріміз де сондаймыз ғой. Қолда барда бағаламайды, басқанікі не қызығады. Негізі сатқындық деген жақсы нәрсе емес. Гол! Кейде ойын жүрмей жатқан кезде өз сөзге айналдырасың да, тактика ғой. Әй, етті түсіріп қойдым. Ана балдар қонаққа келсе киімдерін жөндесін, жіберсеш, таста ойыныңды көшірші. Енді үйреніп келе жатыр еді. Қонақтарда келмейтін күні келіп. Мұрада қызығы. Бізден басқа баратын сенімді үйде жоқ. Майра, мүмкін Есет екемізге жалғасап берерсің? Сен неге ана приставкамен бөлек шығып кетпейсің, күні түні ойнайсың, жатасың, рахат ай дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. Кезінде тағы бір жер алып үй салып тастауым керек еді. Енді өзімнің ақымақтығымнан болды. Қазір жататын едім турнирді ойнап, рахаттанып. Құралай, сөйлесейікші, түсіндірейінші бәрін. Ештеңе түсіндірмей-ақ қой. Түсінгім келмейді. Есет, жіберші, мен Айпсека бақырам. Құралай, ұят болады ғой. Сенде ұят бар екен ғой, а? Мен білмеппін. Жібер де мені. Мам! Жай. Айқайлама, түсінің ме? Құралай, айқайламай тұрсап сөйлесейікші. Түсінші, мен сені жақсы көрем, мен сенсіз өмір сүре алмайым. Есет, сен мені жақсы көрсен, баяғыда Атырауда отыратын едік тып-тыныш. Ата-анама рахмет, маған мүмкіндік бергеніне. Құралай, сен кешіру үшін айтшы, барлығында жасайым. Бәріне дайынсың ба? Бәріне дайынмын. Олай болса мен тыңда. Бүгіннен бастап сен менің ата-анаммен бірге тұратын боласың. Түсіндің ба? Қойшы сол Муранды, әдет емес па? Ешқандай жауапкершілік жоқ, өмір телефонды көтермейді. Өз қандайғы соған тиейін деп жүрген. Майра, сен осындай әңгімеңді қойшы. Өткенде жап-жақсы қызды әкеп таныстырайын деп еді. Ойбай, Мура, ылғи қыздарды бізге бірінші әкеп таныстырады деп ұрыстырдым да қойдым. Ана Боранбайдың дамбалы босқа тозып деп 40-қа келеді бір күні. Тоза берсін. Келді әне. Құралай, сонда сен маған әке-шешемен бірге тұр деп тұрсың ба? Иә. Өзің біл. Бізден жұрт артық болса, түк қарсылығым жоқ саған. Құралай, енді мен сенің әке-шешеңмен бірге тұрмайтын шығарым. Мен сенің әке-шешеңмен қалай тұрдым? Тура сол сияқты тұрасың. Құралай, сен мені ойламасаң да арадағы баланы ойласайшы. Дұрыс айтасың. Мені ойламасаң да арамыздағы баланы ойла. Одан да айтшы маған, ерінді қандай түспен бояйын? Розовыймен ба, әлде қызылмен ба? Мен сенімен сөйлесіп жатырмын. Есет, мен саған айтарымды айттым, өзің біл. Келді аналар. Тұра тұр. Болсаңшы енді. Енді дайындалып алайық та келінің алдына. Қалай, нормал ма? Менші. Кетші. Келіңдер, күтіп отырмыз ғой. Кірсеңдерші. Қалайсыздар? Келін қайда? Әлде мынаған үйленейін деп жүрсің бе? Жүке келін жоқ. Болмайтын болды. Әй, осы сені бар ғой, біреу оқытып тастаған жолыңды байлап. Сені бар ғой, қайтадан оқыту керек. Бұған жақсы врач керек, сені емдету керек. Жүке бәрі нормально бізге, Құдайға шүкір бізде. Просто ол менің адамым еместі. Әй, менің адамым емес деп осылай жүре бересің ба? Таңдаған тазға жолығады деген. Жүда өзіңізде таңдапсыз кезінде. Енді сен менімен ойна. Ит, қолында күшік. Жеше айтпақшы, мынау сізге сыйлық алып келдім. Тайлақ жоқ, пушок та жоқ. Ішіңіз пыспасын деп сізге алып келдім, міне. Кетер, алып кет. Енді қалған күшік ет маған. Құдайға шүкір, ешкімді іздеп жүрген жоқпын. Атырадан қызым мен күйеу балам кел. Заттар кепті ғой. О, Мура, сәлем.
Қалайсыңдар я? Не хабар? О, күшік. О, күйеу. Енді бізде күшік те бар, күйеу де бар дегендей де енді жеше. Жеңге қайда? Қазір міне бетінен мұра сүйетсің қыз болатын ма? Қап, Құралай ертел жеңгем келеді деп көрімдігін дайындап жүреді. Болмады. Әкесеңші әкеп берем ғой. Кет шәрі бар. Дәмесін зорын, келін жоқ болса, көрімдік те жоқ. Ойлесе? Жеше енді, хотя бы мына күшікпен күйеуге Жап берсеңші. аузынды, жап. Мұра өзіңнің келген жақсы болды. Манты көп қалады. Соны айтам, ешкімді ертпей өзі келгеніне қарағанда менің мантымды әбден сағынған ау. Жеше, сіздің мантыңызға жететін манты жоқ қой. Сіздің мантыңыз бар ғой, ана пловтан да деді ғой. Бірақ бүгін ана тұзын өкіртіпсіз. Соған қарағанда жүкеңе деген махаббатыңыз ашылып жүрген ау дейме? Ашылып кетіп па? Құралай ғой тұзын салған. Не деген махаббат мынау, не деген мына бақытты адамдар. Чо там, қашанға дейін боласыңдар? Жаңа ғана бастықпен сөйлескем. Жұмыстар бітпей жатыр. Жұмыстарым біткенге дейін осында болады шығармын. Дұрыс. Мына жешемнің қолы ұрзарып қалатын болды ғой, Аналық жүрек перзентіне тек қана жақсылық тілеп, қашанда қанаттың астын алғысы келіп тұрады ғой. Қанша қиын болғанменен ашуға қатты берілмей, ақылмен шешім шығарған дұрыс. Енді қыз бала жат жұрттық дейді. Сондықтан да қыз баланы анда-санда тек қонақ болып келіп тұрғаны жөн ау деймін. Осы сіздің үйіңізге елсем бар ғой, постоянно қамыр жеп кетем ғой. Жешені жиібіңіз қайтадан түсті ғой маған. Ол не сүре қой, жеп қой, үйленесің. Енді өмірімді қамыр шешіп бермейтін шығар жүке. Махаббат жүректі ғажап әнге ұласқан, айнала ғашықтық сезім мәңгі дастанға, құшын серуендеп күнде жұлдызға мініп, екеуміз самғайық бірге зеңгір аспанда. Эфирден бұрын ивиде көр.